Я'муру бил адл. Алла тағала осы аятта сіздерге әділеттілікті бұйрық береді деп айтады. Уәл ихсан, және де сол әділеттіктің үстінде артықша жақсылық қылуды сіздерге бұйрық береді деп айтады. Ғалымдарымыз олда да таласады. Ихсан дегеніміз не дегенде біреулер тікелей алады. Ихсан дегеніміз пайғамбарымыз айтқандай, Алланы көрмей тұрсаң да көргендей қылып құлшылық ету дейді. Құдайды көрмей тұрсаң да бейне қазір ғана көзіңнің алдында Алланы көріп тұрғандай құлшылық ету дейді. Ал әділ деген жалпы әділеттік деп түсіндіреді. Қай халде де бұл мағыналардың барлығы біз бәрін аламыз. Бір ғалымның айтқанын ғана осы ғана дұрыс демейміз. Бәлки әділеттік дегендегі жалпы өмірдегі әділеттілікте Ла иляха иллалла калимасында таухид сөздерінде аламыз. Ихсан деген болса салихул аъмал деп айтады. Біріншісі я'муру бил адл десе иман келтіруді Алла бұйырды. Екіншісі ихсан десе Алланы иман келтіріп болғасын, оған қайырлы, жақсы сауап амалдарды арнауды бұйырды деп, сауап амалдар деп те аударады екен. Ендеше біз ихсан сөзін сауап амалдар да, Алланы көріп тұрғандай құлшылық ету де, тіпті жомарттық жасап, бүкіл істің үстінен асыра жақсылық жасауды да айтады екенбіз. Ендеше Аллахым әділ десе, бүкіл барлық нәрсе әділеттікпен қарап, сауап, жақсы амалдарды орындасақ, ал ихсан сол амалдардың үстіне артығырақ орындауды айтады екен. Өйткені ғалымдарымыз айтады, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистеріне қарасаңыз, Алла табарака ва тағала қиямет күні сіз бен бізді қаяқтан танисыз деп пайғамбардан сұраған кезінде, пайғамбардың Алланың пайғамбары айтады екен. Яғни пайғамбардан сахабалар сұрайды екен ғой, сіз қиямет күні бізді қалай танисыз? Көрмеген болса да, кейбір үмметтеріңіз көрмегенсіз ғой десе, мен өзімнің артымнан ерген үмметтерді олардың дәрет алған орындарымен танимын. Ендеше дәрет алған орындарыңды артығырақ жасаңдар деп айтады. Сол үшін ғалымдарымыз дәрет алған кезінде қолды шынтаққа шейін жуу деген сөзді алып, тек сол шынтақты бірге қосып жумастан, оның үстіне қарыға шейін шығарып жууды айтады екен. Аяқты тобыққа шейін жуу деп тобықпен қосып қана жумастан, балтырға шейін, балтырдың жартысына шейін шығарып жууды айтады екен. Адамның жүзін жуу деген кезінде тек қана сол шаш шыққан жер және иектің өзі екі құлақтың арасы емес, бәлки сол екі құлақтың жанына шейін, шаштың түптеріне шейін, иектің астына шейін жуғанды жақсы көреді екен. Осы нәрсені ғалымдарымыз исбағул вуду деп атайды шариғатымызда. Дәретті артығымен орындау деген сөз. Бұл біздің сәләф солихтарымыздың, үлкен сахабаларымыздың, шоқ жұлдыз болған ғалымдарымыздың амалдары екен. Егер сіз мысал бір нәпіл намаз орындағыңыз келсе, бір керемет рухани бір амал орындағыңыз келіп, соған арнайы дәрет алсаңыз, мысал айтайық, жұма намазға келдіңіз. Енді жұма намазға негізі ғұсыл алғаныңыз жақсы. Айт намазға келдіңіз. Айт намазға да негізі ғұсыл алғаныңыз сүннет болады. Ал енді өзіңіз мүмкін бір Құран хатым қылғыңыз кеп жатыр, бір сауабы, бір садақа бергіңіз кеп жатыр, мүмкін бір истихара намаз оқыңыз келеді, мүмкін бір қажет намазын оқығыңыз келіп тұр, мүмкін бір Алладан бір өзіңіз дұға қылғыңыз келіп, бір керемет бір жақсы сауап амал орындағыңыз кеп тұр. Немесе жаңа үйге кірейін деп тұрсыз, жаңа көлікке отырайын деп тұрсыз, бойдақтар жаңа келіншекке келейін деп тұр. Келіншектер жаңа шымылдыққа кірейін деп тұр. Дәретіңізді артығымен орындаңыз. Дәрет алу пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның қайта жасайтын амалдарынан. Ол парыз емес. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дәретінің үстінен дәрет алған. Оны ғалымдарымыз құрбат деп айтады. Дәреттің үстінен дәрет алуды Аллаға жақындық дейді. Яғни әулиелер бұрынғы кезде өзінің дәреті бұзылмаса да үстінен дәрет алады екен. Міндетті түрде әжетханаға шақырып тұрмаса да, мысалы күн ыстық, сіздің дәретіңіз бар, бірақ салқындағыңыз кеп тұр. Әшейін бетіңіз жуып үстіңізге су шашпастан дәрет ала салыңыз. Дәрет алыңыз. Әрі салқындайсыз, әрі Аллаға жақындайсыз. Кейде ұйқыңыз кеп тұрады, бірақ әжетханаға барайын деп тұрған жоқсыз. Сіз мұқтаж емес әжетке баруға.
бірақ ұйқыңыз келіп тұр, маужырап тұрсыз. Өзіңіз бір сергітем десеңіз, дәрет алыңыз. Әшейін бетіңізді жуып немесе орныңыздан тұрып отыру емес, ерінбей барып, Аллаға жақын болайыншы деп сәл салқындау сумен дәрет алсаңыз, әрі ұйқыңыз ашылады, әрі жаныңыздан шайтан кетеді, әрі Аллаға жақындайсыз. Осы артық сауап амалдарды ғалымдарымыз ихсан деп айтады.